Құрметті тыңдарман, бүгін көп жүктіге уайым болған симфизит туралы сөйлесейік, симфизит туралы мәлімет айтайық. Симфизитті жалпы тақырыбын айтпас бұрын, жүкті, ол жүктілік және жүкті әйел, ол ауру әйел емес. Бастапқы позиция, ол ауру адам емес, оған ауру сияқты, патология сияқты қарамау керек. Әрине, жүктілік ол организмге күш түсу уақыты физиологиялық тұрғыдан ауыр кезең болып есептелгенмен, бірақ жүктіліктің өзі сау әйелде ауру болып есептелмейді. Енді мына симфизит жамбас туралы айтатын болсақ, негізі организмде сүйектер болады және шеміршек болады. Сүйектер бір-біріне тікелей жабыса алмайды. Сүйектер буындар арқылы бір-біріне жабысады. Буындар бұл жерде өткізуші, қозғалтушы және ұстап тұрушы қызмет атқарады. Сондықтан осы структураларға әжептәуір нагрузка түседі. Сол нагрузканы сіз жүктілік бойында организмге зиянсыз алып ішу үшін не істеу керекпіз? Жүктіліктің барлық периоды ол үлкен әйел организмі үшін үлкен шығындар периоды деп айтамыз. Әйел организмі басқа бір ағзаны, басқа адамды құрастырып атқан кезде, әрине оның қорынан, әйелдің денсаулық қорынан көптеген микроэлементтер, қоректік заттар, жаңа қажет белоктар, ақуыздар, осының бәрі балаға қарай тасымалданады. Оны тасымалдаушы біздің жаңағы қанды клеткаларымыз, эритроциттеріміз, гемоглобин деп айтамыз, осы кислород тасымалдауда олардың алатын қызметі, орны ерекше. Енді мына сүйектерге келетін болсақ, нәрестенің көп бөлігі, буындары, сүйектері, шеміршекті жұмсақ болады. Ал ол оны қақтан алады? Кальций, калий, микроэлементтерді қақтан алады? Әрине сіздің қорыңыздан алады. Сол қорыңыз балаға беруге дайын болмаса, әрине сіздің денсаулығыңыз үшін жаңағыдай зиян келе алынады ол нәрсе. Ал нәресте ол алуға мәжбүр, сіз беруге мәжбүрсіз. Сол кезде мысалға ең бірінші қай жақтан қор кетеді? Қор әрине үлкен кемікті сүйектерден кетеді. Кемікті сүйектер бізде ол жамбас, сан сүйектері және тізе сүйектері деп айтыламыз. Осы сүйектерден бірінші кетіледі. Сүйектің кемігі азаяды. Сіз погодаға, метеочувствительность дейді, погодаға тәуелді боласыз. Атмосфералық қысымның өзгерісіне тәуелді боласыз. Қазір біз мынау жамбасты айта отырып, буынды көрсете отыра симфизит туралы айтатын боламыз. Жамбастың өзін тікелей жалпы алатын болсақ, мысалға мені қараңыз. Жамбас сүйегінен 8 көзден, жамбас сүйегі екі жағынан орналасқан. Мынау тоқпан жілік деп айтылады. Тоқпан жіліктің басы. Мені бағана айтқандай, бұл буын системасы сүйектерден және шеміршектерден табиғатта мына жерде буындар тұрады. Мына буынның ішінде тұрады. Бұл буынмен сақталады. Мұнарада буын және мұнара омыртқа отыратын буын болады. Жүктілік кезіндегі жүріп тұрудың бар қиыншылығын бәрі симфизит емес, симфизопатия емес. Бұдан да басқа жаңағыдай нервтерде қиналуы мүмкін. Енді жаңа қарап тұрсыз, мынау директорская походканы, мынау сәл артқа шығыңқы, мынау кеуде артқа берілген, центр тяжести мына алдыға берілген. Мына жерде қасағамыз мынарада қалды. Одан бөлек біздің аяғымыздан отырықшы нерв шығады. Отырықшы нерв және егер сізде омыртқаларыңыздың арасында грыжалар болса, түрлі жаңағыдай деформациялар болса, нерв шығатын жерлердің қысылғаны болса, оның бәрі жүріп тұруға кедергі келтіріп, ауырсыну тудыруы мүмкін. Мынау тағы да бір белгі, седалищный нерв. Егер сізде витамин В тобының витаминдері кем болса, осы седалищный нерв жүктілік кезінде жақсы белгі береді, аяққа дейін шымырлатып, ауырсындырып, тартып қалуы мүмкін. Ол магний, калий сияқты микроэлементтердің жетпеуінің салдарынан болады. Сондықтан біз жүктілерге
жүктілік болмай тұрып, жүктілік алды дайындықты 3-6 ай витаминный комплекс ішуді кеңес береміз. Жүктілік барысында ең ауыр жүктеме түсетін жер мынау симфиз. Бұл екі сүйектің былай қосылған жері. Ортасында шеміршек болады. Бұл шеміршек екі буынның қосылып, қозғалуына, тірек қимылдың жүзеге асуына қамтамасыз етеді. Егер де мынау жер болмағанда, симфиз деген или қасаға болмаған кезде, мына екі сүйек тірелмеседі, адамның екі аяқ қосылмай беті бір-біріне тірелмейтін еді. Бұл тіреуіш қызмет атқарады. Бұл мына структураның бәрін қосып осы жерде түйіндеп тұрады. Енді жүктілік кезде болатын нәрсе, бұл мынау қасағадағы орналасқан шеміршек, бұл ісініп домбығады. Бұл өйткені өзінен мына жерден баланы өткізу керек. Сондықтан бұл физиологиялық тұрғыдан ісініп өзі үлкейеді. Бұл барлығы ана 9 ай 9 күніне жеткен кезде құрсағынан нәрестені шығаруға арналған процесс. Бұл специально табиғатпен солай ойластырылған. Бұл жердегі әйел мен еркектің жамбасы. Егер әйел туралы ойлайтын болсақ, бұл мынандай төменге қараған үшбұрыш болады. Ал егер еркек туралы ойлайтын болсақ, жоғарыға қараған үшбұрыш болады. Өйткені әйел табиғаты жамбасы арқылы ұрықты өткізуге арналғандықтан осылай төмен жақ кең болып әйел типте болады. Енді қараңыз, мына жердің жүктілік барысында ісінуінің аты симфизопатия деп айтылады. Ауырсынуы, ісінуі, домбығуы, ол симфизопатия деп айтылады. Ал егер де босану барысында сізде мына жерден үлкен көлемді массасы үлкен ұрық туатын болсаңыз, нәрестеңіз үлкен 4,5 килограммдық, 4 килограммдық, егер даже кішкентай болса, бірақ оның жамбас қуысы арқылы өту процесі ауыр болатын болса, және де үлкен размерлермен өтсе, ол кезде мына жерге зақым келеді. Ол кезде қасаға бір-бірінен ажырап айырылады. Ол расхождение лонного сочленения деп айтылады. Симфизопатиямен оны шатастырмау керек. Симфизопатия кезінде бұл ісініп домбығуы, ал расхождение ол босанғаннан кейін ғана болатын жағдай. Ал жүктілік барысында мына жердің былай кеңеюі 1 сантиметрге дейін 1-2 кеңеюі, бұл симфизопатия и мынау буынның ісінуін айтамыз. Енді босану барысында осы аралықтың ажырап кетпеуіне не көмектеседі? Бұл біздің бұрынғы апаларымыздың, әжелеріміздің туу әдісі. Мысалға, босану барысында арқанға асылған, немесе артынан апке әжелері ұстап тұрған, бет асылып тұрған әйел. Ол босану залдарында бұл позалар көрсетілген. Сіз жамбасыңызға зорлық емес. Егер де босану барысында сіз екі аяғыңызды қатты алып тартсаңыз, мына екі санды арқа қатты тартып, неестественный күйде күштеме түсіретін болсаңыз, мына жердің айырылып кетуі, ажырап кетуі қаупі бар әрине. Ол кішкентай нәресте, 2,5-3 кило нәресте туылсаңыз да, бірақ босану агрессивті түрде сіз күштеме түсірсеңіз, мынау ажырап кету қаупі өте жоғары. Сондықтан неғұрлым табиғи. Мысалға, босану барысында үлкен дәретке отырған сияқты қылып, жерге отырып толғатсаңыз, немесе бір қырлап жатып, бір аяғыңызды ұстап жатсаңыз, немесе босану барысында аяғыңыздың ортаңызға шар қойсаңыз, осы сізге мына симфизді жарақаттамауға көмек көрсетеді. Енді босанғаннан кейінгі кезеңде мынау сізде енді ажырады. Қандай да бір себептен, ұрығыңыз жоғары болды, басқа себептер болды. Мынау ажырады дейік. Ол кезде сізге не істеу керек? Сіз құрбақа позасында жатасыз. Ол құрбақа позасы дегеніміз не? Ол төсекке жатқан кезде сіздің астыңызға, екі жаныңызға дөңгелек көрпеше қойылады. Оған аяғыңызды сіз былайынан қойып, жамбасты тақап, жамбасты қатты тығыздап орап жатасыз. Ол үшін сіз кальцийге, содан кейін кальций көп, дәрумендер көп, тамақтанумен және ауырсынуды басумен неғыласыз. Енді бұл ажыраудың ең асқынған түрі бұл 2-3 ай жүрамай қалу, немесе ауырсыну қалу болып табылады.
Сондықтан босану процесіне морально, физически дайындалғандарыңыз дұрыс. Жамбасыңыз қозғалмалы, билеген сияқты мынадай движениялар жасағаныңыз жақсы, немесе былай буынды апарып алып келіп шарикке отырғызып түрлі позалар қабылдағаныңыз дұрыс. Енді бұның қалай алдын алуға болады? Бұл сіз көп витаминдер ішіп, көп кальций, калий іше бергеннен пайдасы жоқ. Организм витаминнің тек қана қажетін алады. Мысалға, сізге 200 мг қажет болса, сіз оны 2000 мг ішсеңіз де ол пайда етпейді, ол сіңбейді. Ол препараттарды артығынан, қажетінен тыс қабылдау синдром дорогой мочи деген жаңағыдай бір не болады. Ол қалай? Сіз жаңағыдай қымбат дәрмектерді алып ішесіз, организм тек қана қажетін алады, артығын алмайды, оны сиіп тастай бересіз. Так что гипервитаминизация ол пайдалы емес. Екінші жағынан іштегі құрсақтағы жатқан нәрестеге зиянын да келтіруі мүмкін. Кейбір витаминдер даму ақауын да шақыруы мүмкін.